Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Қадірменді, құрметті қазақ елі, қадірменді жамағат. Міне бүгін қасиетті жұма күні, қасиетті Мұхаррам айында кешегі елімізде дүрбелең алған 4 күн бойы бүкіл халық болып, бүкіл ел болып іздеген Ерлан қызы Мәдина қызымыздың жаназасы шығарылды. Осы бір айрайда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтқандай: «Ла яшкуруллаха хатта яшкуран нас». Аллаға рахмет айтқан болып, Аллаға шүкір еткен болып есептелмейді, адамдарға рахмет айтпайынша. Осы жерде, осы орайда барша Қостанай облысының әкімдігі, Қостанай ауданының әкімдігі, Қостанай облыстық ішкі істер басқармасы, барша халқымызға, барша мешіт жамағаттарына айрықша рахметімізді айтқымыз келеді. Алла тағала барша уайымдаған уайымдарыңызды, әрбір іздеген уақыттағы басқан қадамдарыңызды Алла сауаптан жазсын, Алла берекесін берсін. Мінекей біздің кешегі 4 күнде біздің еліміздің бірлігі мен ынтымағы, түрлі халқымыздың ұлттары бөлек болғанымен, тілдері бөлек болғанымен, ынтымақ пен бірліктің үлкен бір нышанын көрсете білді. Алла тағала елімізде бұдан былай бұндай қиындық отбасыға бермесін. Алла тағала Ерлан қызы Мәдина қызымызды шапағат етілген және шапағат етуші құлдарының қатарынан болуды нәсіп қылсын. Баршаларыңызға рахмет.